Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Сымбат. Бүгін сіздерге хромакей, яғни жасыл фонды қалай алып тастауға болатынын көрсететін боламын. Бастамас бұрын менің арнама тіркелуге ұмытпаңыз. Енді оны қалай жасаймыз? YouTube каналына кіреміз. Поисқа хромакей рамка деп тересіз. Сізге бұл жерде рамканың, жасыл фонды рамканың түрін шығарып береді. Бұл жерде рамка, видео рамка немесе обычный картинканың рамкасы да болады. Қалағаныңызды өзіңізге жүктеп аласыз. Мен алдын ала жүктеп қойдым. YouTube'тан қалай видеоны, картинканы жүктеуге болатынын мен сіздерге алдыңғы сабақта көрсеткен болатынмын. Соған қарап жасасаңыздар болады. Енді әдеттегідей біз CapCut приложениесіне кіреміз. Новый проектке басамыз. Мына жерде жоғар жағына қарасақ, видео, фото деп тұр. Фотоға өтіп, 1-2-3 сурет таңдап аламыз. Мысалға, мына суреттерді ала салайық. Добавить дейміз. Алдын ала жүктеп қойған жасыл фонды рамкамды, яғни мен видео рамка жүктеп қойдым. Бұл жерге наложение арқылы қоямыз. Астында наложениеге басасыз. Добавить наложение дейсіз. Видеоға өтеміз. Міне алдын ала жүктелінген видео рамка, жасыл фонды рамкамызды қоямыз. Сызықшамен осы жасыл түске қоя отырып, астында осы қолыңызбен мына суреттің үстінен емес, именно рамканың үстіне басып қоясыз. Содан кейін астында вырезка деген бар. Соған басасыз. Үшінші хромакей деп тұр, соған басасыз. Енді қараңыз, пипеткамен мына жасыл түстің үстінен қойып тұрып, тартып қаламыз. Міне, жасыл түсті алдық қой. Интенсивность дегенге басамыз да, мына жерде ары-бері жылжиды, міне мынау несі. Жоғары қарай барынша тартып тастайсыз, 100%-ға дейін. Птичканы басамыз. Все, жасыл фон алынып тасталды. Енді қараңыз, осы рамка арқылы кереметтей видео жасауға болатын сияқты. Астындағы суретпен қолымызбен ұстап тұрып, рамканың үстінен ары-бері жылжытып, мынау суреттің бетіне келістіріп аламыз. Рамканы осылай қойып аламыз. Содан кейін қараңыз, мынау бұлай жылжиды. Жылжып келе жатып ашылу керек. Тура осы жерінен тоқтатып, біз суретті қысқартамыз, чтобы бұлай ашылғанда келесі сурет шығу үшін. Ол үшін біз қалай істейміз? Мына сызықшаны жылжытып, міне бұлай жабылғанға дейін алып келіп, тоқтап тұрамыз да, мына суретті үстінен басып, саусағымызбен ақты жылжытып, мінекей қысқартып тастаймыз кішкене. Міне келесі сурет басталды. Бұл ұзағырақ тұру керек сияқты кішкене. Бұны да саусағымызбен үстінен суреттің қойып тұрып, мынау ақты ары-бері жылжытсақ ұзарады, қысқарады. Кішкене суретті ұзартып қоямыз. Енді қараңыз, біздің наложениеға қойып отырған рамкамыз суретке толықтай жетпей тұр. Сондықтан оның үстінен қолымызбен басып тұрып, астында функцияларды жылжытсақ, копировать деген бар. Копировайтты басамыз да, мынау рамканы міне созып аламыз. Енді қараңыздар, мына суретіміз рамкаға сәйкес келмей тұр. Суреттің үстінен қолымызды қойып тұрып, ары-бері жылжытып, кішірейтіп, үлкейтіп, мына рамкаға дәлдеп аламыз суретті. Енді қараңыз, қалай шыққанын бірге көрейік. Артындағы мынау приложениенің жазуын үстінен басып тұрып, белгілеп алып, астында удалить деп өшіріп тастаймыз. Мынау жасап атқан дүниеңізді астында функциялар шығып тұрады ғой, осыған қарап жасай бересіз. Ал енді оны анықтап қалай болады екенін көргіңіз келсе, мына жерде көлемін үлкейтіп, кішірейтетін жер бар міне. Осыны басып үлкейтіп, міне кішірейте аласыздар. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, қаласаңыз комментарий қалдырып,
және не үйренгіңіз келеді осы CapCut приложениесі бойынша, жалпы видеоға қатысты не біле алмай жүрсіз, ұсыныстарыңыз болса жазып, менің арнама тіркелуге ұмытпаңыз.